Біріншіден, бұл жүйеге кіру үшін браузерде s.yats.kz деген адресті жазу қажет. Адресті тергеннен кейін сіздерге авторизациялау терезесі ашылады. Жүйеге кірмес бұрын сіздердің дербес компьютерлеріңізде NC-Layer программасы бар екендігіне көз жеткізіңіз. Және де интернет жылдамдығы да жоғары болуы қажет. Жүйеге кірудің екі тәсілі бар. Логин және құпия сөз арқылы немесе электронды цифрлы қолтаңбамен кіре аласыздар. Тестілік көрсетілім болғандықтан, сәйкесінше тестілік адресте көрсететін боламын. Жүйеге логин және құпия сөз арқылы кіріп көрелік. Жүйеге кірген кезде сіздерде алдымен осы өтініштер журналы ашылады. Бұл жүйенің негізгі беті болып табылады. Егер де назар аударсаңыздар, аты жөндеріңіз жазылған жерде сіздер профильді көре аласыздар. Кейбір деректерді өзгерте аласыздар. Лауазымдарыңызды, телефон нөмірлеріңізді және де өзгерістен кейін міндетті түрде сақтау батырмасын басасыздар. Келесі бізде құпия сөз ауыстыру. Яғни сіздер кез келген уақытта өздеріңіздің жүйемен берілген стандарт парольдеріңізді өзгерте аласыздар. Келесі жүйеден шығу батырмасы және де түнгі режим. Ыңғайлы болса, сіздер бұл режимге де ауыса аласыздар. Жүйенің атауын тағы да қайталап өтем, яғни Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік қызметтерін автоматтандыру жүйесі болып табылады. Яғни бұл жүйе егов порталынан, электронды үкімет порталынан келіп түскен барлық өтінімдер осы жүйеде сақталынады. Жүйенің тағы да қосымша модульдермен таныстырып өтсем, менің міндеттерім, журнал және де нұсқаулықтар. Қалған бөлімдер тек қана әкімші, яғни администраторге қолжетімді. Журнал бөліммен кейінірек толығырақ таныстырып өтемін. Нұсқаулықтар сіздерге пайдалы бөлім болып табылады. Өйткені бұл жерде пайдаланушының бейне нұсқаулығы, техникалық қолдау қызметіне жүгіну тәсілдері және де пайдаланушы нұсқаулығы көрсетілген. Ашып көрейік. Яғни бұл жерде пайдаланушы нұсқаулығын сіздер ашып оқи аласыздар және де сақтап аласыздар. Келесі. Техникалық қолдау қызметіне жүгіну. Сіздер техникалық қолдау телефондарының WhatsApp желісіне жаза аласыздар, немесе телефон шала аласыздар. Қолдау қызметінің ашық чатына кіріп, өз сұрағыңызды қойсаңыз болады, немесе техникалық қызметімен толығырақ байланыс жазу үшін өзіңіздің сұрағыңызды келесі экранда көрсетілген почтаға жібере аласыздар. Хаттың мазмұнын қалай жазу керектігін және мысал көрсетілген. Жүйемен негізгі жұмысты бастасақ, бұл бізде негізгі басты бет өтініштер журналы болып табылады. Бұл жерде өтініштердің нөмірі, жүйедегі нөмірі көрсетілген, өтінімнің түрі. Яғни бұл жерде тестілік көрсетілім болғандықтан барлық қызметтер қолжетімді. Ал дәл сіздің аккаунтыңызда, яғни дәл сіздің жазбаңызда тек қана сіз көрсететін мемлекеттік қызметтер қолжетімді болады. ЖСН, яғни жеке сәйкестендіру нөмірі, бұл өтінімді беруші тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі. Тегі аты жөні, өтінімді берушінің, өтінімнің келіп түскен уақыты, өтінімнің мәртебесі. Мұқият тыңдап алыңыздар бұнда. Келесі біздің жүйеде осындай мәртебелер бар. Сәтті аяқталды, қатемен аяқталды, өңделуде, сыртқы жүйеде өңделуде. Егер де сіздерде интеграция болған жүйелерге ғана жоқ,
қол қойылуда келіп түсті. Келесі. Шешім. Келесі түрлері бар: қатемен аяқталды, теріс, шешімі жоқ, жауапты тұлға. Тағы да қазір айтып өтсем жауапты тұлға туралы. Электронды үкімет порталының нөмірі. Яғни бұл өтінімнің электронды егов порталы тағайындаған нөмірі. Мы когда подключимся. Келесі. Жүйеде мұқият тыңдап алыңыздар, екі рөл бар. Бұл басшы рөлі және де орындаушы рөлі. Алдымен жүйеге жұмысты бастау кезінде, біз басшы рөліндегі тұлға жүйеге кіреді, өзінің тиесілі өтінімді таңдайды. Бүгін бізде бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою қызметі. Мысалша фильтрді қойып алады. Келесі. Келіп түскен өтінімдер осы түрде болады. Басшы рөліндегі тұлға жүйенің сол жағындағы квадратқа басу арқылы жауапты тұлғаны таңдайды. Назар аударсаңыздар, жауаптың тағайындау кнопкасы орындаушылары тізімге шығады. Бұл тестілік орта болғандықтан тізім бос. Сіздер бұл жерде тізімдегі тұлғаны таңдап, жауапты қылып тағайындау батырмасын басасыздар. Енді орындаушы өзінің тағайындалған. Құрметті Ғалия, вебинар осы микрофоныңызды өшіріп тастасаңыз. Рахмет. Келесі. Жалпы жүйенің Коллеги, микрофон отключите, пожалуйста. Галия Айтжанова, Бакыт. Да? Можете отключить микрофоны, пожалуйста? Сейчас, это где это? Галия, тоже вас слышно очень. Я отключил. БКО Жанақала ауданы тоже микрофон включен. Отключите, пожалуйста. Кешірім сұраймын, енді вебинарымызды жалғастырсақ. Тағы да қайталап өтемін. Басшы рөліндегі тұлға жүйеге кіреді. Жүйенің оң жағында өтініштер журналына кіреді. Басшы рөліндегі тұлға өтінім түрін таңдайды. Яғни бүгінгі біздегі келесі мемлекеттік қызмет бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою. Өтінім түрін таңдайды. Шешімі жоқ өтінімі жанындағы квадратта басу арқылы жауапты тұлғаны таңдайды. Яғни осы батырманы басу арқылы сіздерге басшының орындаушылар тұрады. Яғни мысалы Баян Сұлу Сәдуақасовты таңдап, жауапты қылып тағайындай алады. Бұл тестілік жазба. Сіздерде басқа тізім болады. Жауапты тұлға тағайындалды деген хабарламаны жүйе көрсетіп тұр. Енді
Тыңдаушы өзінің логин және паролімен кіріп жүйеге жаңағы өзіне тағайындалған өтінімді ашады. Өтінімді ашқан кезде бізге келесі мәліметтер қолжетімді. Өтініш туралы мәліметтер, мекен-жай деректері, жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, неке қию туралы мәліметтер, яғни я белгісі болғандықтан бұл жерде келесі мәліметтер қолжетімді. Көрсетілетін қызметті алушының баласы немесе балалар туралы мәліметтер жоқ белгісі тұрғандықтан бұл жерлер, бұл бағандар бос тұр. Келесі көрсетілетін қызметті алушының соттылығының болуы болмауы туралы мәліметтер жоқ болғандықтан сәйкесінше бұл мәліметтер бос тұр. Келесі көрсетілетін қызметті алушының және жұбайының, яғни зайыбының жылжымайтын мүлік объектісі туралы мәліметтері, көрсетілетін қызметті алушының және жұбайының денсаулық жағдайы туралы мәліметтері, келесі өтініш бойынша келісім, табыстар туралы мәліметтер және де қоса берілетін құжаттар. Сіздер осы мәліметтердің дұрыс толтырылғандығына және өздеріңіздің жұмысына байланысты шешім қабылдайсыздар. Жалпы ең бірінші жұмысты бастау кезінде орындаушы өңдеуге қабылдау батырмасын басады. Жиі сізге осындай хабарлама көрсетеді. Өңдеуге қабылдауға келісетіндігіңізді растайсыздар. Өтінімнің сәтті қабылданған туралы жүйе бізге хабарлайды. Келесі ретте осы жоғарыда көрсетілген барлық мәліметтерге сәйкесінше сіздер шешім қабылдайсыздар. Яғни ешқандай бөлімдер сіздерге өзгертуге мүмкін емес. Тек қана сіздер бұл мәліметтермен танысып, керек қоса берілетін құжаттар болатын болса, файлдарды жүктеп ала аласыздар. Жүктеу үшін мына батырманы басасыздар. Басып, ашып, көріп, осы құжаттармен танысасыздар. Келесі. Енді ең мұқият болатын жайт, өтінімді өңдеу бөлімі ғана сіздерге қолжетімді, яғни шығыс құжатының түрін таңдайсыздар типін. Бұл жерде сіздерге екі шығыс құжатының түрі қолжетімді, үміткерлер болу жайында хабарлама алу туралы қорытынды, немесе бұл мемлекеттік қызметті қабылдаудан бас тарту туралы хабарлама. Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы хабарлама. Сіздер осы жоғарыда көрсетілген мәліметтер бойынша шешім қабылдайсыздар, және де осы қолжетімді шығыс құжатының типін таңдайсыздар. Мысалы, үміткерлер болу жағдайында хабарлама алу туралы қорытынды. Міндетті түрде естеріңізде сақтап алыңыздар, сақтау батырмасын басасыздар. Шығыс құжатының түрін таңдағаннан кейін. Жүйе сіздерге деректердің сақталғандығы туралы хабарлайды. Енді келесі кезең бізде бұл келесі батырманың басу. Яғни бұл үміткер болу жайында хабарлама алу болғандықтан оң шешіммен өңдейсіздер. Оң шешіммен өңдеу батырмасын басасыздар. Сіздерге жүйе келесі шығыс құжатын көрсетеді. Орыс және қазақ тілдерінде. Бұл хабарлама Гов порталына жіберілетін хабарлама. Бұның дұрыстауына көз жеткізесіздер және жіберу батырмасын басасыздар. Өтінімнің сәтті жіберілгенін хабарлайды. Мен администратор болғандықтан бұл жүйеде маған қол қою немесе қайта жөндеуге жіберу батырмалары қолжетімді. Қол қою батырмасы тек қана басшы рөліндегі тұлғаларға қолжетімді. Яғни, егерде басшы рөліндегі тұлға бұл шығыс құжатының түріне қол қоятын болса, осы батырманы басады. Яғни, бұл шығыс құжатымен келіскен жағдайда. Егерде келіспеген жағдайда қайта жөндеуге жіберуге болады. Яғни, орындаушы бұл мемлекеттік қызметті басқа
шұғыл құжат типін таңдайды. Міне осы арқылы қол қояды. Естеріңізге сала кетейін, бұл жерде міндетті түрде электронды цифрлық қолтаңба мекемеге бекітілген болуы қажет. Заңды мекемеге. Осымен мемлекеттік қызметті көрсету аяқталады.